Саламатсыз ба? Сәлем, Дархан. Дархан. Кішкене қиын болып қалды. Я, Дарханның микрофондары жұмыс жасаса, дауысы естілер ме еді? Бір істеп тұр, Дархан, енді сізді білеміз, білікті редактор осындағы. Мүмкін бір емес, бірнеше қыздар сәл сырттай болсын ұнатқан жігіттердің бірісіз, білеміз, бірегейсіз. Енді басы бос редактордың қатарындағы жігіттердің бірі негізі расымен де. Бірінші сұрақ, қызыңыз жоқ қой, басыңыз бос қой. Өйткені, енді бізге де мүмкін айтпаған шығар, сіз енді біз басы бос деп ойлап жүре береміз ғой. Жоқ. Дегенмен өзіңізден естейік. Қызыңыз жоқ. Басы бос. Болды, әңгімені ары қарай өрбіте берейік онда. Ақбота, ризасыз ба? Жобада қалдыңыз жоқ дегенде. Жалпы, мынандай ситуацияда, Альмирхан, біз жұмыс жасаймыз қатысушылармен барынша кез келген мына жақта отыру оңай емес, 4 сағат бойы тікелей эфирде отырып, халықтың пікірін тыңдап, негатив айтылған кездерді, комментарийларды оқып, адамдар өздеріне кішкене алып, жүрегіне жақын алып қалғаннан кейін, эмоционалды тұрғыда өздерін бір қиын сәттері болған кезде біз редактор ретінде жалпы мен ғана емес, осында жұмыс істейтін барлық білікті редакторлардың барлығы барынша моральды тұрғыда поддержка беруге тырысады кез келген қатысушыға. Және де Бота екеуміздің кешегі жалпы шығып кеткен тақырып ол бір екеуміздің арамызда негізі айтылып жүрген әңгіме былай ойынмен деп қабылдадым мен өзім енді. Басында енді өйткені Ботамен 2 жылдан бері ұзақ араласамыз негізі. Неге әдемі сөздермен шығып кетіп жатсыз? Сіздің әдемі сөздеріңізді мен естімей тұрып, қатысушыларға сөз бергім келіп тұр. Құрметті қатысушылар, енді редактор деп қарамайық, Дархан? Редактор деп құтылуға болмайды. Бұл жолы үміт берген жігіт ретінде қарайық. Расымен де өйткені біздің Ақботаның сезімі үшін енді бұл жерде редакторлықты ысыра тұрайық, кәдімгі қарапайым жігіт, қыз ұнатып қалған жігіт ретінде қараймыз, кәдімгі Дархан. Дархан. Редактор емес, Дархан ретінде сөйлесеміз. Мөлдір, бірінші жаңа менің аузымнан шықты ғой енді, мен дұрыс ойлаппын негізінде, осы Дарханды ойлап едім. Бірақ бір жағынан түсінбей отырмын да, Дархан, сіз енді осы жерде жұмыс жасап жүрген адам ретінде, сіз негізінде осы жердің ережелерін өте жақсы білесіз, бізге үйретесіз ол нәрсені. Осы жерде қатысушылар жүрегі бос болмай, отыруға болмайтынын да білесіз. Сіз жаңа айтып отырсыз, Ақбота маған осы уақытқа дейін осы әңгімелерді айтқан, мен білгенмін деп. Неге қызға сонша үміт бермей, өзіңіз бірінші шаг жасап келмеске? Осы жердің мен бір жағынан түсінбей отырмын да, сонда қатысушылар мен редакторлардың арасында махаббат болуға бола ма? Енді оған жауап ретінде бар шығар, негізі біздің азамат бар, Елзат мырза бар мысалы да, енді осында отырған қатысушы қыздардың арасында ұнатып, сөйлесіп, өздерін былай жартыларын тауып, қазіргі таңда керемет отбасы болып отыр. Бұл бір. Екіншіден, мен ешқашанда жұмыспен жеке өмірімді араластырмай, мен бір қыздың мына жақта отырып, басын айналдырып, оны осы жерде. Егер мен өзім ұнататын, жақсы көретін қызым болса, осы жерде қатысушылардың арасынан, мен осында отырып, үміткер күткізіп отырғызбас едім. Бұл екіншіден. Және де үшіншіден, Мөлдір, мен айтайын, мен барлық қатысушымен бірдей дәрежеде араласам, бірдей дәрежеде поддержкамды берем керек болатын болса. Және саған да кез келген сәтте мен поддержкамды берем, Моля. Мен ешкімге былай айтқан кезде басын айналдырып, қасына жақындап, сөйлесіп, жеке мәселе бойынша ешқашан сөйлескен. Дархан, негіз мынандай ғой, әр адамның өзінің сана сезімі әртүрлі да, сіз қазір айтып отырсыз, басы айналдырмаймын деп, бірақ қызың уже басы айналып қалған. Жаңағы редакторлармен салыстыра келе, ол кісінің біреуі шыққаннан кейін сөз салды, ал екіншісі қыз жыламай тұрып, өзі бірінші қадам жасап, үміткер болып келіп, одан кейін ғана үйленіп кетті. Бота мен Палаш білмеймін ғой енді сіздердің араларыңызда кімнің маған